Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге ұсынатын рецептім баклажаннан икра жасау және оны қыс мезгіліне сақтайтын боламыз. Алдымен сәбізімізді 4 бұрышты етіп турап аламыз. Болгар бұрышында дәл осындай формада тураймыз. Барлығын ұсақтап 4 бұрышты етіп. Ыдысымызға салып қоямыз. Баклажанды мен сыртын тазалап 15 минутқа суға салып қойдым. Ашуы кету үшін судан кейін барып турап жатырмын. Осылай барлығын дайындап алатын боламыз. Қызанақты ет тартқыштан өткізетін боламын. Қызып тұрған қазанымызға 700 мг май құйып, оны қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін оның үстіне сәбізімізді салып, қуырып алатын боламыз. Араластыра отырып қуырып алыңыздар. 5 минуттай қақпағын жауып, қойып қойсаңыз да болады. Қуырылып болды деген сәтте баклажанды қосатын боламын. Баклажанымызды біртіндеп қосамын, себебі астында бізге қажетсіз су шығады, сондықтан барынша суынан сығып қосатын боламын. Мінекей осындай су шығады. Осыны да барлығын араластырып жіберіп, қақпағын жауып 5 минуттай қуырамыз. Қуырылып болды, енді болгар бұрышын қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, бұның да қуырылғанын күтеміз. Енді оның үстіне сарымсағымызды қосып, 1 ас қасық тұз қостым бастапқыда. Бірден қосып жібермеңіздер, себебі қайнау барысында тұздың ашуы шығып, қышқылтымдан беретін болады. Біртіндеп қана қоссаңыздар болады. Енді помидорымызды құйып, барлығын біркелкі араластырып, жақсылап қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Орташа отта қуырып жатырмын. Қайнап бастаған сәтте астын газымыздың баяу қоятын боламыз, жаймен қайнайтын болады. Араластырып тұруды да ұмытпаңыздар. Уксус құймайтын болғандықтан менде 2,5 сағат көлемінде қайнады, су тартылғанша. Мінекей, енді дайын болуға жақын сәтте, жарты сағат қалған кезде осындай қара бұрышты лавр жапырағын салып 10 минуттай қайнатып аламыз. Неке дәмін барлығын қарайсыздар. 3 ас қасықтан көбірек тұз кетті менде. Араластыра отырып, енді парланған банкамызға құйып, жауып алатын боламыз. Бұл рецепті енемнің рецептісі бойынша жасап жатырмын. Алғаш келін болып түскеннен бастап осы салатты үнемі жабатын. Енді мен сіздерге ұсынып отырмын. Дәмі енді керемет болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнайтын салаттың түрі. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Барлығын осылай парланған банкаларға құйып аламыз. Содан кейін закрывалканың көмегімен жауып алатын боламыз. Бұл салатты әсіресе қыста суыққа тоңып келген кезде шаймен бірге беретін болсаңыз, енді керемет тойымды, тамақтың да қажеті болмай қалады. Бұл салатты сынған кезде өте сондай тәбетті ашатын керемет салат түрі. Барлығын жауып болғаннан кейін енді плетімізге орап, бір күнге қалдырамыз.
Сонымен біздің икрамыз дайын болды. Баклажаннан жасалған. Қыс мезгіліне арнап қорықпай сақтай берсеңіздер болады. Дәмі енді сөзсіз керемет. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Замира. Сау болыңыздар.